Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз үй жағдайда тез дайын болатын бәлішімізді дайындаймыз. Табанда үйіңізге қонақ келіп, не істеріңізді білмесеңіз, осы бәлішті дайындасаңыз болады. Ол үшін 5 жұмыртқамызды аламыз, 1 стакан сахарымызды саламыз, құмшекерімізді араластырамыз. Біз араластыру, сахарымыз еру керек, ішінде құмшекер еру керек. Енді оның үстіне 1 стакан майонезімізді саламыз. Өте оңай, жеңіл дайындалатын бәліш. Менімен бірге болыңыздар, сіздермен бірге дәмді ас каналы. Майонезімізді салып, араластырамыз. Үстінен 1 стакан ұнымызды саламыз. Қопсытқышты саламыз. Үстінен бір кішкене қасықтай қопсытқыш салдым. Ванилиімізді саламыз. Ванилин салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады, дәмі өзгерсін деп мен кішкене ғана ванилин салдым. Көп салуға болмайды ванилинді, дәмі өзгеріп жей алмай қаласыздар. Осылайша ұнды ақырындап 2-3 бөлікке бөліп салсаңыздар болады. Елегіштен елеу керек. Елегіштен елеген кезде ұнның арасына ауа кіріп, бәлішіміз жақсы көтерілетін болады. Осылайша араластырамыз, тек қана бір бағытта араластырамыз. Енді осы бәліштің ішіне, құрметті көрермендер, өз қалауларыңызша фруктыларыңызды қоссаңыздар болады. Малина қосыңыз, клубника қосыңыз. Болмаса, жаңағы алшаны турап қоссаңыздар да болады. Бүгін мен бұған банан қосайын деп шештім. Үш бананымды алып, осындай аршып сыртын турап аламыз. Тез дайын болады. Қонақ келе жатырмын деген кезде осы рецепт бойынша алып жасасаңыздар, қонағыңыз келгенізше дастарханыңызды сәндеп қоясыздар. Осылайша турап араластырамыз. Массамызға араластырып, формамызға құямыз. Формаларыңыздың астына пергамент қағаз төсесеңіздер де, төсемесеңіздер де болады. Майлау қажет емес. Осылайша формамызға құйып, 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Пирогтың піскенін, бәліштің піскенін ши тығып тексерсеңіздер болады. Бәлішім дайын болды. Қазір кесіп көрсетем. Үстінен жаңа сахарный пудраларыңыз себуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.